Күй қазақ халқының ең терең, мәнді және құдіретті музыкалық жанрларының бірі. Бұл тек әуен емес, ол домбыра немесе қобыз аспаптарында орындалатын, белгілі бір оқиғаны, сезімді, философиялық ойды жеткізетін аспаптық пьеса. Күй арқылы біз ата-бабаларымыздың өмірін, тарихын, салт-дәстүрін және жан дүниесін танимыз. Күйдің негізгі ерекшеліктері. Мәтінсіз әңгіме, күйдің сөзі болмайды, бірақ ол мың сөзден артық мағына береді. Күйші, күй орындаушы, саусақтары арқылы домбыраның екі шегінен бүкіл бір хикаяны баяндап бере алады. Сезім мен эмоция. Күй, күйшінің жан айқайы, ішкі сезімдерінің көрінісі. Ол қуаныш, мұң, қайғы, батырлық, махаббат сияқты әртүрлі сезімдерді бере алады. Тарихи маңызы. Көптеген күйлер тарихи оқиғаларға немесе белгілі бір адамдардың өміріне арналған. Мысалы, Ақсақ құлан күйі аңызды, ал қоңыр қаз табиғатты сипаттайды. Аспаптар. Күйдің негізгі аспабы домбыра. Кейде күйлерді қобызбен де орындайды, мысалы, Қорқыттың күйлері. Ұлы күйшілер. Күй өнерінің дамуына үлес қосқан, есімі әлемге танымал болған ұлы күйшілер. Құрманғазы Сағырбайұлы 1818-1889 қазақ күй өнерінің патшасы. Оның Сарыарқа, Адай, Кішкентай сияқты күйлері өткір ырғағымен және батырлық рухымен ерекшеленеді.